Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге қысқа нұсқа каналы. Бүгін мен сіздерге 2009 жылы жарық көрген «Убийца» деп аталатын фильмді айтып беремін. Гонконгтың тар көшелерінің бірі бір қыздың машинасының дөңгелегінің тесіліп қалғаны себепті үлкен кептеліс орнайды. Сұры түсті машина мінген бизнесмен төте жолмен шығып кетпекші болады. Бірақ оның жолында үнемі қиындықтар шыға береді. Су құйғыш машина оған су шашып жібереді, ал айналадағы адамдар әрі-бері жүгіріп жүреді. Ақыр соңында бизнесменнің көлігінің терезесін жарнама жазылған бір мата жауып тастайды. Бизнесмен көліктен шығып жан-жағына қарап әлгі матаны алып тастамақ болады. Дәл осы сәтте оның басына келіп терезе сынықтары түседі. Бизнесмен сол сәтте құлап есін жоғалтады. Оқиғаның барлығы жай ғана кездейсоқ өлім сияқты көрінеді, және де куәгерлер де полиция қызметкерлері де ештеңеден күмәнданбайды. Топ адамның ішінде қолына коктейль ұстаған жас жігіт Қо барлығының өз орнымен өтіп жатқанын бақылап тұрады. Полиция қызметкерлерінен бизнесменнің өлген хабарын естіген соң ол қылмыс орнынан ештеңе болмағандай кетіп қалады. Семіз Қодан хабарлама алған соң өз машинасымен тапсырыс берген адамнан ақшаларын алып кетеді. Әлгі дөңгелегі тесілген қыз және де олар Көке деп атайтын шал барлығы бірге құпия орынға жиналады. Теледидарда қылмыс орнынан хабар жүріп жатады. Журналистің айтуынша бизнесменнің өлімі қасақана ұйымдастырылған қылмыс болуы мүмкін. Алғаш болып келген шал мен қыз басқаларды күтіп отырып теннис ойнайды. Қыз шалға операция барысында қателік жасап, темекі қалдығын қылмыс орнына тастап кеткенін айтады. Сонымен қатар ол айғақтың көзін құртқанын және де бұл қателік туралы өздері ми деп атайтын Хоның білмеуі керек екенін айтады. Оқиғаны талқылап отырған достар Хоның шын мәнінде барлығын тыңдап тұрғанын және де қылмыс орнынан айғақты өзі алғанын білмейді. Топқа келіп қосылған Қо топты таратайық деп ұсынады. Әрине бұған ешкім келіспейді. Ашуланып кеткен шал қолындағы темекісін лақтырып жіберіп, енді ешқашан темекі тартпаймын деп уәде береді. Қо үйге қайтады. Жігіт өзінің пәтерінің кіреберіс есігіне жапырақ қыстырып қойған. Осы арқылы ол өзі үйде болмаған кезде үйіне біреудің кіріп-кірмегенін тексереді. Сырт киімін шешпестен төсекке жатқан жігіт өзінің қасында біраз уақыт бұрын қайтыс болған әйелі жатқанда елестетеді. Біраз уақыт өткен соң топ жаңа тапсырыс алады. Бұл жолғы олардың құрбаны үнемі көшеде жүретін мүгедек арбасында отыратын шал еді. Топтың тапсырмасы қылмысты мінсіз орындап, барлығын бақытсыз жағдай сияқты ғып көрсету еді. Хо және командасы жоспар құра бастайды. Бұл көшеден үнемі трамвай өтетін болғандықтан басты идея болып сол алынады. Қо өзінің командасымен бірге трамвайдан келетін тоқтың әлгі шалдың арабасына тиіп, тоқ ұру арқылы өлтіру жолдарын қарастырады. Олар шардың көмегімен тоқты түсіріп, жаңбыр арқылы тоғыртпақшы болып шешеді. Күнделікті жаттығулар жоспарды мінсіз етеді. Енді тек қана шалдың көшеге шығуымен бірге жаңбыр жауатындай мінсіз уақытты күту ғана қалады. Күнде кешкісін топ мүшелері өз орындарына жайғасады. Көке ойыншық сатушы болып отырады. Қажет кезде ол ауаға шарларды ұшырып, камераны жауып қалуы керек. Семіз Беликпен жүреді, ал Хо болса оларға қажет трамвайды іздейді. Бірақ ауа райының құрғақтығының кесірінен Қоға күнде жоспарды келесі күнге қалдыруға тура келеді. Міне, ақыр соңында оларға қажетті күн жетіп келеді. Қатты жауын жауады. Шал арабасымен қыдыруға шығады. Жел шарларды қажетті биіктікке дейін көтереді. Көкенің темекі тартып отырғанын көрген Семіз одан неге уәдесін орындамай жатқанын сұрайды. Бірақ Көке қандай уәде туралы сұрап жатқанын түсінбейді. Мұны естіп тұрған қыз шалдың денсаулығы дұрыс емес екенін түсініп Қоға жоспарды тоқтатуын сұрайды. Бірақ топ басшысы ештеңені тоқтата алмайды, өйткені ол ыңғайлы уақытты ұзақ күткен еді. Көке шарларды ұшыру керек болатын, алайда ол мұны да ұмытып кетеді. Операция мінсіз өтіп жатады. Басты құрбан болған шал өзінің арабасымен жолдың бойына келіп, керек уақытта тоқ ұрады. Бірақ әрі қарай біртүрлі түсініксіз жайттар орын ала бастайды. Хоның иығынан кездейсоқ біреу соғып кетеді. Бірақ Хо кездейсоқ деген заттың не екенін өте жақсы білетін еді. Әрі қарай белгісіз бір автобус пайда болып, ішіндегі жолаушыларға қарамастан Қоны соқпақшы болады. Бірақ автобус Қоның орнына сол жерде Беликпен жүрген Семізді соғады.
Хо тәуекелге бел буып досының денесінің қасына келіп, оның қалтасынан оларға қатысты барлық мәліметтерді алып кетеді. Үйге келген жігіт жедел сатыдан шығып, еденде жатқан жапырақты байқайды. Хо бірден тығылып қалмақшы болып жатады. Осы кезде полиция қызметкерлері үй егесінің үйге кіріп жоғалған заттар туралы мәлімет беруін айтады. Ұрлық жасалынғанын естіген Хо бос жатқан сейфті көреді. Әрине, ол полиция қызметкерлеріне сейфте не болғанын айтпайды. Осыдан кейін Хо шалды өлтіруге тапсырыс берген адамды күзетеді. Әлгі адам үнемі сақтандыру компаниясына барып бір мәселелерді шешіп жүреді. Ал Хоның өзі болса сим-картасын лақтырып жіберіп, басқа пәтер алып, көкемен де қызбен де байланысқа шықпайды. Әйтсе де ол біраз уақыттан кейін қызбен бір жерде кездесіп болған оқиғаларды талқылайды. Сонымен қатар ол көкенің орындалып қойған жоспарды орындау үшін күнде кешкісін белгіленген орынға келіп отыратынын көреді. Хо көкенің қасына келіп жоспардың кейінге қалдырылғаны туралы айтады. Осыдан кейін ол көкені өзінің қала сыртындағы пәтеріне алып келеді. Ол көкенің есте сақтау қабілетінің мүлдем істен шыққанын байқайды. Бұл оларды қолға түсіруі мүмкін еді. Сол себепті де жігіт көкені пәтерге қамап кетіп, оған керекті заттардың барлығын әкеп беруге уәде береді. Хо әлі де әлгі тапсырыс берген адамның ізінен бақылап жүреді. Жігіт адамның тапсырыс беру арқылы оларды өлтірмек болғанынан күмәнданады. Ол жігіттің өмірі туралы барлық мәліметті білу үшін оған қарама-қарсы үйден пәтер сатып алады. Хо жігіттің үйде жоқ екенін пайдаланып, үйге жасырын түрде кіріп тыңдағыш құрылғыны орнатады. Сонымен қатар ол жігіттің үйіндегі заттардың орындарын мұқият қарап, есінде сақтап алып, жігіттің қайда нені алу үшін барғанын білу үшін мұның барлығын өзінің үйінің төбесіне сызады. Алғашқы түні ешқандай результат болмайды, бірақ Хо күтіп үйреніп қалған еді. Хо көршісімен бірдей өмір сүріп жатады. Ол көршісі үйден шыққан уақытта үйден шығып, оның жұмысында не болып жатқанын сырттай бақылайды. Хоның күмәнданғаны дұрыс болып шығады. Жігітті күзету барысында ол жігіттің бір сөмке ақшаны оның тобындағы қызға беріп жатқанын көріп қалады. Тығылып тұрған Хо қызға хабарласып, оның сатқындығы туралы білетінін айтады. Қыз түсіндіруге тырысқанымен Хо оны тыңдамайды. Осы сәтте қыздың қасындағы труба жарылып, оның бекіткіші қызға тиіп, қыз өледі. Сыртқа шыққан Хо әлгі ақша берген адамның ғимараттың төбесінен түсіп келе жатқанын байқайды. Сонымен қатар ол өз бөлмесінде телефонмен сөйлесіп, біреуге барлығының сәтті өткенін айтып жатқан көршісін байқайды. Кешкісін Хо дыбыстық құрылғы арқылы көршісінің өз қызымен уақыт өткізіп жатқанын естиді. Осыдан кейін зорға демалып тұрған көкесі жігітке хабарласып, оған көмектесуін сұрайды. Хо пәтерге келеді, бірақ ол пәтерге кірместен алдын қарама-қарсы үйге кіріп, пәтерде не болып жатқанын бақылайды. Сөйтсе көкені біреулер өлтіріп кеткен екен, және де пәтердің ішінде полиция қызметкерлері жүреді. Хо көршісінің телефон арқылы сөйлесіп жатқанын естіп, бұл қылмысты да оның жасағанын біледі. Осыдан кейін ол барлық мәліметтерді жинап, бөлменің барлық жеріне қыстырып тастайды. Тыңдап соншалықты беріліп кеткен ол есікті біреудің ұрып жатқанын да естімейді. Ақыр соңында үйдің егесі есікті өзінің кілтімен ашып кіреді. Ол бөлмені көріп, Хоға үйдің бәрін шашып тастағаны үшін ұрсады, бірақ Хо оны сыртқа шығарып жібереді. Ол оның арқасынан сырттай бақылап тұрады, және де көршісімен бірдеңелерді сыбырласып сөйлесіп жатқанын көреді. Сыртқа шыққан Хо ұзақ уақыттан бері бақылап жүрген көршісімен соқтығысып қалады, бірақ ол оны танымайтындай кейіп танытады. Хо келесі операцияға дайындалып жатады. Бұл жолы ол құрылыс жүріп жатқан жолды таңдайды. Хо көршісіне жол апатын ұйымдастырмақ болады, және де барлығы мінсіз түрде өтуі керек. Белгіленген жерге Хоның басты құрбандары көршісінің қызы мен әкесі жетіп келеді. Бірақ осы сәтте Хоға көкесі хабарласып, семіздің өлімінде өзінің кінәлі екенін айтады. Автобуспен болған апат шынында да кездейсоқ жағдай болады. Өйткені көке қолындағы сөмкедегі доптарды жолға түсіріп алады. Хо осы уақыт бойы айналасындағы адамдардан бекер күмәнданып келгенін және де қызды бекерге өлтіргенін түсінеді. Бірақ механизм іске қосылып қойған еді, және де басты құрбандарымыз да жолға шыққан болатын.
төбедегі жарықтың машинаға түсіп жатқанын көрген Хо барлығын өз уақытында тоқтатпақшы болады. Бірақ бұл ешқандай нәтиже алып келмейді. Жолдағы тәртіпсіздіктердің кесірінен басқа бір машина қызға соғып кетеді. Хо қыздың әкесінің қызын машинаның астынан шығарып алуға тырысып жатқанын көреді. Жігіт ешкім оны көрмей тұрғанда кетіп қалмақ болады. Хо әйелінің басына келіп өзінің жасағандары үшін өкінетінін айтады. Осыдан кейін ол пәтерге қайтып барып барлық жазуларды өшіріп киімдерін жинайды. Бұл жерден бір жолата кетуді шешкен Хо баспалдақтан түсіп келе жатады. Бірақ осы сәтте оны баспалдақтың қасында күтіп тұрған көршісі оның ішінен пышақпен бірнеше рет соққы жасайды. Соққы жасау барысында ол Ходан мұның барлығын не үшін жасағанын сұрауда. Хо терезеге қарап күлімсіреп тұрады. Ол өзінің өмірінің аяқталғанына қуанышты еді. Өйткені енді ол әйелімен кездесе алатынына сенеді. Осымен фильм аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Әдеттегідей видеоны 1-ден 10-ға дейін бағалап, фильм туралы өз ойларыңызды төмендегі комментарийда қалдырыңыздар. Сонымен қатар бізге қолдау білдіру үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар.